Инсульттан көз жұмған адамның органдары 5 науқастың өмірін құтқарды. Павлодарлық 30 жастағы жігіттің миы қызметін тоқтатқаннан кейін оның ата-анасы баласының ағзаларын мұқтаж жандарға беруге келіскен. Міне қандай қайырымдыс. Нәтижесінде оның жүрегі, өкпесі, бауыры мен 2 бүйрегі ағзаға зәру адамдарға салынды. Қазіргі таңда Қазақстанда 2770-тен астам науқас донорлық ағзаға мұқтаж. Тілшіміз әңгімелейді. 38 жастағы Олег Новожилов асқынған ауыр циррозымен ауырғалы 3 жыл болған. Донор мәселесі елімізде күрделі болғандықтан сауығып кетуім екі талай деп операциядан үмітте үзген еді. Енді қазір барлық ауыртпалық артта қалды. Ағза беру туралы келісім берген туған туыстарына, операцияны сәтті жасаған дәрігерлерге алғыс айтамын. Қазір жағдайым жақсы. Дәрігерлердің айтуынша 18 мамырда 30 жастағы жігіттің миы жұмысын тоқтатты. Кейін туған туыстардың келісімімен оның ағзаларын мұқтаж науқастарға беру туралы шешім шығарылған. Ең алдымен ауыр халдегі науқастар іріктелді. 4 адам сол группамен сол ауыр халде жатқан ауруларды шақырдық. Сол 4 адамның ішінен ең ауыр халда өзінің сондай принципі бар. Соған тиісті 38 жасар ауруға бауыр циррозымен ауыр халде жатқан адамды соны таңдап, соған трансплантация жасадық. Бауыр Алматыда ауыстырылса, қалған 4 ағза Нұр-Сұлтан қаласына жіберілген. Пациент, которым проведена трансплантация сердца, ему 35 лет. Жүрегін ауыстырған науқастың жасы 35-те, ал 2-1 өкпеге мұқтаж болған әйел адамның жасы 41-де. Ем-домның басқа тәсілі болмаған соң трансплантация жасауға мәжбүр болдық. Бұдан бөлек бүйрек ауыстыру операциясы да Нұр-Сұлтан қаласында, бірақ басқа орталықта жасалды. 2 бүйрек 2 адамға салынды. Бүгінде Қазақстанда ағзаға мұқтаж адамдардың бірыңғай күту парағы жасақталған. Онда 2770-тен астам науқас тіркелген. Басым көпшілігі бүйрекке мұқтаж. 80 адамға бауыр ауыстыру операциясы керек болса, 159 науқас донорлық жүрекке зәру, 2 адамға өкпе керек. Жыл басынан бері 43 мәйіттік донор анықталған. Өкінішке орай 60%-ында және 58%-ында туыстарын бас тартуы болды. Қалған және 37%-ында медициналық қарсы көрсетілімдер болып табылды. Және де бір донор өзекте өндірілді. Әке-шешесіне көп рахметімді айтқым келеді. Өйткені осы донордың 5 ағзасы 5 адамға қондырылды. Жалпы 2012 жылдан бері 1800-ге жуық трансплантациялық операция жасалды. Оның ішінде 373-і мәйіттік ағзаны алудың нәтижесінде мүмкін болды. Бүгінде Қазақстанда әлде болса, қайтыс болған туысының ағзасын беруге қарсы болатындар көп. Сондықтан жылына 100-ден астам адам күту парағынан шығып қалады. Яғни донорлық ағзаға қол жеткізе алмай көз жұмады. Достық Талғатұлы, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.